Сәлеметсің бе, бірінші сынып оқушысы. Бүгінгі математика сабағымызды бастайық. Сабағымыздың тақырыбы пиктограмма. Сабағымыздың мақсаты пиктограммамен танысу. Күнделікті өмірде пиктограммаларды қайда қолданылатынын білу. Пиктограмманы қолданып, есеп шығаруды үйрену. Пиктограмма деген не? Сұраққа жауап бермес бұрын, алдымен бейне баянды тамашалап алайық. Сенің алдыңда қағаз қорап. Қораптың сыртындағы белгіні көрдің бе? Сен қалай ойлайсың? Ол нені білдіреді? Дұрыс, бұл қораптың ішіндегі затты құрғақ жерде сақтау керек деген белгі. Мұндай белгілер пиктограмма деп аталады. Пиктограмма символ ретінде пайдаланылатын сурет. Пиктограмма белгілі бір мағлұматты бейнелейтін кескін. Бәрі түсінікті болды ма? Пиктограмма дегеніміз символ ретінде қолданылатын сурет, белгі деп атауға да болады. Белгілі бір ақпаратты графикалық түрде бейнелейтін кескін. Күнделікті өмірде пиктограммаларды қайда кездестіріп жүрміз? Мына пиктограммаларға назар аудар. Бұларды таныдың ба? Әрине, біз көшеде жол белгілерін кездестіреміз. Жол белгілері пиктограмманың бір түрі. Тыйым салатын немесе ақпараттық пиктограммалар болады екен. Сауда орындарында, әуежай, темір жол вокзалдарында кездесетін пиктограммалар бізге қажетті ақпаратты табуға көмектеседі. Бірақ біз бүгін сендермен математикада пиктограмманы қолдану туралы сөйлесетін боламыз. Менің алдымда бір ыдыста жеміс-жидектер бар. Қазір сен маған осы жеміс-жидектер арқылы пиктограмма құрастыруға көмектес. Мұқият қарайық, бізде қандай жемістің түрлері бар? Сол үшін жемістерді іріктеп алуымыз керек. Іріктеу барысында жемістерді қатар-қатарға орналастырайық. Яғни мандаринді бөлек, лимонды лимондар қатарына орналастырсақ, алмаларды бір қатарға қойдық. Бізде қанша алма болды? Лимон қанша, мандарин қанша? Ал бұны пиктограммаға айналдыру үшін қандай белгі пайдаланатынымызды келісіп алайық. Жемістердің сыртқы пішіні неге ұқсайды? Қандай? Яғни домалақ. Сондықтан да біз белгілеу үшін дөңгелектерді пайдалануымызға болады. Алманы жасыл дөңгелек, лимонды сары және мандаринді қызғыш сары дөңгелекпен бейнелейміз. Ал жемістер туралы ақпаратты қалай кестеге түсіруге болады? Неше жемістің түрі бар? 3 жемістің ендеше кестеміз де 3 бағаннан тұратын болады. Бірінші бағандағы беріліп отырған алма туралы мәліметті түсіруіміз керек. Алма қанша? 4. Яғни бізде сәйкесінше 4 пиктограммалық белгіні пайдаланамыз. Лимонның саны қанша? Сәйкес көрсетілуі керек, және мандаринның саны. Сонда біз сенімен бірге қарапайым жеміс-жидектер туралы ақпаратты пиктограммаға түсірдік. Бұл дағды саған зерттеу жұмыстарын, жобалық жұмыстарды жаратылыстану пәнінде өте қажет болады. Алынған деректерді жазбаша түсіруде пиктограмма кеңінен қолданылады. Пиктограмманы қолданып есеп шығарып үйренейік. Назар аудар. Кесе бойынша ауа райы туралы ақпаратты алып, есепті шығаруымыз керек. Серік апта бойы ауа райын бақылау күнделігін жүргізді. Ол пиктограммаларды қолданып кесте жасады. Осы аптада неше күн бұлтты болғанын анықта. Кестедегі ақпаратты алу үшін мына белгілер нені білдіретінін ойлан.
Олар туралы не белгілі? Есептедің бе? Ендеше өзіңді тексеріп көрейік. Бір аптада 4 ашық күн және бір жаңбырлы күн болған. Яғни бір есептің шешуінде бірінші жолында 4 пен 1-дің қосындысы 5. Яғни 5 күніміз кетті. Ал бір аптада неше күн болатын еді? Бәрекелді, 7 күн. Ендеше 7 күннен 5 күнді азайтамыз. Қалған 2 күніміз бұл осы аптадағы бұлтты күннің саны. Енді кесте көмегімен есеп шығаруды үйренейік. Назар аудар, сыныпта барлығы 20 оқушы бар. Ильяс оқушылар арасында қандай шырынды ұнатасың тақырыбындағы сауалнама жүргізді. Алған мәліметін кестеге түсірді. Кестедегі мәлімет негізінде сыныптағы неше оқушы қызанақ шырынын ұнататынын анықтауын керек. Ол үшін кестедегі мәліметтерді мұқият зерделеп қара. Қандай ақпарат алуға болады? Есептің не белгілі? Есептің сұрағы қандай? Алма, апельсин, шие шырынын ұнататын балалар туралы берілген мәліметті пайдалан. Есебің шығарып үлгердің бе? Ендеше өзімізді тексерейік. Алма шырынын ұнататын 5 оқушы, апельсин шырынын ұнататын 6 оқушы, шие шырынын ұнататын 4 оқушы. Ендеше 6 мен 4-тің қосындысы 10, оған 5 оқушы, 15 оқушы. Ал сыныпта барлығы 20 оқушы болғандықтан 20-дан 15 оқушыны азайтамыз. Қанша болды? 5 оқушы. Яғни есептің жауабы сыныпта қызанақ шырынын ұнататын оқушы саны 5. Берілген пиктограмманы қолданып, есеп шығарып, есеп құрастырып көрейік. Пиктограммаға назар аудар, қандай белгілер пайдаланылған? Сауалнама демалыс күні қайда бардың? Яғни осы сауалнаманың нәтижесі бойынша пиктограммадағы ақпараттарды пайдаланып, есептің мәтінін құрастыру керек. Не белгілі, не белгісіз, есеп сұрағын қоюды ұмытпа. Дайынбыз ба? Онда өзімізді тексерейік. Демалысты қайда өткіздің сұрағына 4 оқушы театрға, 6 бала саябаққа және 6 бала ата-анасымен бірге дүкенге бардым деп жауап берген. Сауалнамаға барлығы неше оқушы қатысты? Шешуі 4 қосу 6 және 6-ны қосқан жағдайда 16 оқушы барлығы сауалнамаға қатысқан. Біз өзіміздің есеп шығару дағдымызды жақсы жетілдірдік. Ал енді есеп шартына сәйкес жіберілген қателерді таба аламыз екенбіз? Өзімізді сынап көрейік. Көктемгі демалыста Дана 4 кітап, Ақбота одан 2 кітап артық оқыды. Ал Асқар Ақботаға қарағанда 3 кітап кем оқыды. Асқар көктемгі демалыста неше кітап оқыды? Кестедегі қатені анықта. Дана 4 кітап, Ақбота одан 2 кітап артық болса, 4-ке 2-ні қосамыз, қосындының мәні 6. Бұл Ақботаның оқыған кітап саны. Ақботадан Асқар 3 кітап кем оқыды. Ендеше 6-дан 3-ті азайтамыз. Нәтижесі 3. Яғни Асқар 3 кітап оқыған. Кестеге қарап тексерейік. Дана кітап саны 4, дұрыс. Ақбота оқыған кітап саны 6 белгіленген, дұрыс. Ал Асқардың кітап саны қанша көрсетілген кестеде? 4. Есептің жауабы бойынша Асқар 3 кітап оқыды. Яғни қате осы тұста жіберілген екен.
қатені дұрыс таба білдің бе? Мен сенің дұрыс нәтиже көрсеткеніңе сенімдімін. Құрметті оқушым, бүгін сен біршама есептер шығарып, өзіңнің математикалық біліміңді жетілдірдің. Күнделікті өмірде пиктограммалардан мәлімет алу өте маңызды. Сондықтан да спортта қолданылатын пиктограммаларды оқып, дағдымызды жетілдірейік. Назар аударып, берілген пиктограммалар мен олардың атауын танысып шық. Мәнерлеп сырғанау. Бұл нешінші пиктограмма болуы мүмкін? Әрине, үшінші. Баскетбол. Доппен ойналатын ойын. Нешінші пиктограмма? Дұрыс, төртінші пиктограмма. Кедергілер арқылы жүгіру. Бұл нешінші? Екінші пиктограмма. Эстафета ойыны нешінші пиктограмма? Бірінші пиктограмма. Екеуміздің жауабымыз дұрыс келді деп ойлаймын. Енді сабағымыз соңына да таяп қалды. Бүгінгі жұмысыңды бағалау дескрипталары арқылы өзің бағалап көр. Пиктограмма сала аламын. Пиктограммадан ақпарат оқуды үйрендім. Пиктограмма қолданып есеп құрастыра аламын. Кестедегі қатені табамын. Осы критерийлардың қайсысы қолыңнан келді? Бәрекелді. Әрқашан жақсы еңбек ететініңе сенімдімін. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше қош, сау бол. Қайырлы таң, құрметті оқушылар. Менің аты жөнім Гүлжан Қобыландықызы. Сауат ашу сабағына қош келдіңіздер. Балалар, осы сіздер ой жұмбақты шешу білесіздер ме? Әрине, олай болса балалар, Филвардта жасырынған сөзді анықтайық. Сіздердің алдарыңызда Филвард берілген. Кәнекей, қарап көріңіздерші. Кім жылдам табады екен? Таптыңыздар ма? Жақсы. Ендеше өздеріңізді тексеріңіздер. Жауаптарыңыз буын. Балалар, қызығын-ай, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы да буын екен. Балалар, бұл сабақта сендер буын мен буынның түрлерін білесіңдер, және сурет бойынша әңгіме құруды үйренесіңдер. Балалар, өткен сабақта сендер буын туралы өткен болатынсыңдар. Сонымен буын дегенімізді қалай түсіндіңдер? Жақсы. Сонда буын сөз айтылғанда үзіліп шығатын сөздің бөлшегі екен. Жақсы. Және де сөзде қанша дауысты дыбыс болса, сонша буын бар екен. Бұл жағында өткен сабақта өткен болатынсыңдар. Дегенмен, сіздер буынның түрлерін білесіздер ме? Бұл сіздерге таңсық дүние болып тұр ғой. Олай болса, буынның түрлеріне назар салайық. Буын үш түрге бөлінеді екен. Ашық, тұйық, бітеу. Ашық буын дегеніміз дауыссыз дыбыстан басталып, дауысты дыбыстан аяқталады екен. Немесе тек дауыстының өзінен ғана тұрады екен. Мысалға, өрік. Өзі ғана ашық буынды құрап тұр. Келесі, тұйық. Дауысты дыбыстан басталып, дауыссыз дыбыстан аяқталады екен. Ал бітеу буын болатын болса, дауыссыз дыбыстан басталып, дауыссыз дыбыстан аяқталады екен. Жақсы балалар. Ашық буынның біріншісіне қарай. Яғни тек дауысты дыбыстан ғана тұрады екен. Мынау бізде өрік. Кәнекей буынға бөлікші. Өрік. Бірінші буыны бө. Ол жалғыз өзі дауысты дыбыстан тұрады екен. Яғни бұл бізде ашық буын болып табылады.
Енді келесі. Бұл бізде не? Әрине, сәбіз. Бірінші буынына назар аударайық. Сәбіз. Сә. С дауыссыз дыбыс, дауысты дыбыс. Сонда дауыссыз дыбыстан басталып, дауысты дыбысқа аяқталған бұл бізде қандай буын болып табылады? Әрине, ашық буын екен. Жақсы, келесі түріне керек. Мынау бізде асқабақ. Кәнки, асқабақты бірге буынға бөлікші. Ас-қа-бақ. Бәрекелді. Бірінші буына назар аударайықшы. Ас. А бізде дауысты дыбыс, С бізде дауыссыз дыбыс. Сонда дауысты дыбыстан басталып, дауыссыз дыбыстан аяқталады екен. Бұл бізде тұйық буын болып табылады. Түсініп алдыңыздар ма? Жақсы. Олай болса, үшінші түріне келейік. Бітеу буын. Дауыссыздан басталып, дауыссыздан аяқталады екен. Кәнки, мынау не? Картоп. Жақсы. Картопты буынға бөлікші. Картоп. Бірінші буына назар аударайық. К дауыссыз, А дауысты, Р дауыссыз. Сонда дауыссыздан басталып, дауыссыздан аяқталып тұр екен. Сонымен буынның түрлерін меңгеріп алдыңыздар ма? Жақсы. Олай болса, балалар, орам жапырақ сөзін буынға бөліп көрейікші, және оның буындарын ажыратып көрейік. Қандай түрлері бар екен? Жақсы. Рам, жапырақ. Неше буын бар екен? Әрине, 5 буын бар екен. Бәрекелді. Жақсы балалар. Енді қараймыз. Бізде қандай буын? Ашық. Бәрекелді. Рам. Бітеу. Жақсы. Жа. Ашық. П. Ашық. Рақ. Бітеу. Бәрекелді. Балалар, орам жапырақ сөзінде тұйық буын бар ма? Әрине жоқ. Жарайсыздар. Бәрекелді. Балалар, енді сіздермен бірге өлең тыңдағым кеп тұр. Өлеңді кәнки буынға бөліп айтайықшы. Ақбас қызыл сарымыз, көкөністер әніміз, дастарханың сәніміз, көкөніс біз бәріміз. Балалар, мен кім болып кеттім? Мен даяшы болдым. Мен қайда жұмыс істеп жатырмын? Кафеде. Олай болса, сіздер менің келушілерім боласыздар ма? Жақсы балалар, таңғы асқа сіздер берілген ас мәзірінен тамақтаңдаңыздар. Дұрыс тамақтануды ұмытпаңыздар. Қуырылған ет, суға піскен жұмыртқа, 5 бармақ, ірімшік, шырын. Таңғы асқа қайсын таңдайсыздар? Кәнки, мен жазып алайыншы. Таңғы асқа суға піскен жұмыртқа, жақсы, ірімшік және шырын. Сіздердің тапсырыстарыңыз 10 минуттан кейін дайын болады. Балалар, тапсырысты қабылдап болғаннан кейін мен даяшы рөлін сомдап болдым. Ендеше сабағымызды жалғастырайық. Балалар, сонымен сіздер таңғы асқа дұрыс тамақтандыңыздар. Ендеше осы тамақтарыңызды буынға бөліп көріңіздер. Сіздерге буынға бөліп үлгілері көрсетілген. Буынға қате бөлінген 2 сөзді табыңыздаршы. Жақсы балалар, сіздер буынға қате бөлінген сөздерді анықтадыңыздар. Жұмыртқа және ірімшік сөздері. Кәнки, енді осы сөздерді дұрыстап буынға бөлейікші. Буынға бөлдіңіздер ме?
буынның түрлерін ажыратыңыздаршы. Жақсы, ажыраттыңыздар ма? Онда кәнекей өзімізді тексерейік. Бірінші сөз бізде жұмыртқа. Кәнекей буынға бөлек. Жұмыртқа. Неше буын бар екен? 3 буын. Біріншісі ашық, екіншісі бітеу, үшіншісі ашық. Бәрекелді, сіздерде дәл осындай ма? Олай болса келесі сөз тексерейік. Ірімшік. Ірімшік. Неше буын бар екен? 3 буын. Жақсы, біріншісі ашық, екіншісі бітеу, үшіншісі бітеу. Бәрекелді балалар. Олай болатын болса, кәні өздеріңізді бағалап көріңіздер. Дескриптор негізінде. Бірінші, буынға қате бөлінген сөздерді анықтадыңыздар ма? Жақсы, жарайсыздар. Сөздерді буынға дұрыс бөлдіңіздер ме? Жарайсыздар. Буын түрлерін ажыраттыңыздар ма? Түсіндіңіздер ма бүгінгі тақырыпты? Жақсы. Бәрекелді балалар. Балалар, енді келесі тапсырмаға назар аударайықшы. Сіздерге мына берілген суреттерді ретімен қой дейді. Және де осы сурет арқылы кафеде тақырыбында әңгіме құраңыздар. Суретке мұқият қарадыңыздар ма? Кафеде бірінші қандай іс-әрекет орындалу керек? Естеріңізге түсті ме? Кафеге сіздер бардыңыздар ма? Жақсы. Орналастырсаңыздар, кәнекей тексерейік. Бірінші, даяшы келушіні қарсы алады. Сіздерде де солай ма? Жақсы. Одан кейін келушіге ас мәзірін ұсынады. Одан кейін аспазға тапсырысты береді. Аспаздың дайындаған тамағын келушіге ұсынады. Сіздерде де дәл осындай ма? Жақсы, енді сіздерге әңгіме құрасын деген. Кәнекей, әңгіме құрайықшы. Мен де сендермен бірге әңгіме құрағым келіп тұр. Бола ма? Жақсы. Менің әңгімеме назар салыңыздар. Сіздерге де дәл осындай деген үміттемін. Кафеде даяшы мен аспаз жұмыс істейді. Даяшы келушілерді қарсы алып, ас мәзірін береді. Аспаз даяшының қабылдаған тапсырысын орындайды. Ол дәмді тамақ пісіреді. Даяшы аспаздың дайындаған тамағын келушіге ұсынады. Келуші тамақтанып болған соң тамақ туралы пікірін айтады. Сіздерде де дәл осындай деген үміттемін. Әңгіме құрап болдыңыздар ма? Жарайсыздар. Керемет. Енді өздеріңізді бағалап көріңіздер осы тапсырма бойынша. Суретті ретімен орналастыра алдыңыздар ма? Жақсы. Ал сурет бойынша әңгімеміз келісті ме? Әрбір суретті өздеріңіздің әңгімелеріңізде қамтыдыңыздар ма? Жарайсыздар. Бәрекелді. Енді келесі тапсырмаға назар аударайық. Енді жаңа біз кафеде тақырыбында әңгіме құрадық. Ал кафеде деген сөзде жалпы неше буын бар екен? Кәнекей буынға бөліп көрейікші. Кафеде неше буын бар? 3 буын бар екен. Бәрекелді. Ал буын түрлеріне ажыраттыңдар ма? Жақсы, онда өзімізді тексерейік. Кафеде сіздерде бірінші буын К ашық, екіншісі Ф ашық, Д ол да ашық екен. Яғни кафеде сөзі 3 ашық буыннан құралған екен. Өздеріңізді бағалаңыздар. Сөзді буынға дұрыс бөлдім. Солай ма? Бөлдіңіздер ме? Жақсы. Буынды түрлеріне қарай ажыраттым. Ажырат алдыңыздар ма? Мен сіздерге сенемін. Жарайсыздар. Балалар, сіздер бүгінгі сабақты түсінді деген ойдамын. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.